Осы химияға деген қызығушылығым 9 сыныпта басталды. Сол кезде осы органикалық химия пәнін оқи бастадық. Мені ерекше баураған нәрсе осы атомдар мен осы молекулалардың орналасуы. Олардың әрекеттері неге олай деген сұрақтар менде туындай бастады. Бір қызығы, мен дәрігер болғым келді, бірақ ешқашан осы медициналық университеттерге құжат тапсырмадым. Дегенмен қазіргі менің өмір жолдасым дәрігер, сол себепті мен арманымның бір бөлігі жанымда жүргендей деп өзімше ойлаймын. Сол үшін мұғалімдік жолды таңдағанына мен ешқашан өкінбеймін. Сабақта әрқашан оқушы алған білімін өмірде қолдана алса екен деп тырысамын. Сол үшін жұмыс істеймін, сол үшін сабағымды жоспарлаймын. Бұл оңай емес, әрине, себебі сабақ процесінде өмірлік жағдаяттардан мысал келтіріп, тапсырмалар құрастырып, былай беруге мен тырысамын. Өмірден алынған тапсырмалар оқушы үшін ең қызықтысы, себебі ол күнделікті тұрмыста кездесетін мәселені шешуге көмектеседі. Ол мәселені оқушы біледі. Сондықтан оларда сұрақ пайда болады, оның нәтижесі, шешімі қалай болар екен деп. Осылайша пәнге деген қызығушылығы артып, оқушының білімін одан әрі тереңдете бастайды. Балалармен жұмыс жасау мен үшін ең үлкен бақыт. Себебі әр баланың білімін дамытуға, өмірлік жолын қалыптастыруға үлес қосу әлемдегі ең маңызды жұмыстардың бірі деп есептеймін.